Турнирдің алғашқы екі күнінде қатысушылар тамаша нәтижелер көрсетті. Қыздар арасында 40 кг салмақ дәрежесінде бірінші орында астаналық Сунита Какен, екінші орында теміртаулық Нона Чирикова, ал үшінші орынды қарағандылық Какен Тұмар мен Ақмола облысының өкілі Дарья Шевцова бөлісті. 48 кг салмақта жеңімпаз атанған Айнура Мукарам Екібастұз қаласынан, екінші орында Аделя Аянова Қарағанды қаласынан, үшінші орындар қостанайлық Нұрсая Жақынтай мен Қарағанды облысынан шыққан Сәнім Сәден арасында бөлінді. Мен Қарағандыдан келген қызбен күрестім, қиын болды, бірақ оны жеңдім. Бірінші орын алғаныма өте қуаныштымын. Бұл бәрі ата-анамның қолдауының арқасында. Ер балалар арасында 50 кг салмақта бірінші орынды теміртаулық Тимур Турманидзе, екінші орынды жезқазғандық Мұхтар Нұрасыл иеленді. Үшінші орынды Ислам Елеусиз Қарағанды қаласы және Дарын Адилхан Астана қаласынан бөлісті. 90 кг жоғары салмақта жеңімпаз атанған астаналық Ермұрат Нұрахметов, екінші орынды Даниал Есімбай, үшінші орынды Павлодардан шыққан Амір Садық пен қарағандылық Алишер Салық бөлісті. Жақсы сезімдер, әзірше ештеңе сезген жоқпын, атмосфера тамаша. Финалда мен Даниал Есімбаймен күрестім, екеуміз де бір қалада тұрамыз, бірге айналысамыз. Мен оны шидо арқылы жеңдім. Екінші күні қыздар арасында 52 кг салмақта бірінші орында Ақмола облысынан шыққан Карина Сайтарлы, екінші орынды сол өңірдің өкілі Қымбат Аю иеленді. Үшінші орынды теміртаулық Дарья Чиркова мен астаналық Малика Канапина бөлісті. 57 кг салмақта Екібастұздан келген Айда Сүлейменова жеңіске жетіп, екінші орынды Қырғызстанның Айсара Нұрымбетова алды. Үшінші орындар Қарағандыдан Виктория Гнейдина мен Астанадан Ханзада Кабзаки алды. Мен жеңістің дәмін сезіп тұрмын. Оны сөзбен жеткізу мүмкін емес. Әлі күнге дейін өзін таңғалып отырмын. Финалдық кездесуде соңында күшім таусылып қалды, бірақ сол кезде тек мінезіммен жеңдім. Жеке жаттықтырушы Якуб Алиев маған өте жақсы кеңес берді. Сен берілмесең, әлі жеңілген жоқсың. Ер балалар арасында 55 кг салмақта бірінші орынды Қырғызстаннан Баял Исмаилов, екінші орынды Қарағандыдан Имантали Шалатаев иеленді. Үшінші орынды теміртаулық Жангерей Маканалин және Абай облысынан Бақдәулет Серікқали бөлісті. 66 кг салмақта астаналық Әсемхан Мансур жеңіске жетіп, екінші орынды Абай облысынан Бейбарыс Қабдықалым алды. Үшінші орындар Қарағанды облысынан Жанали Садиев пен Нұрдәулет Амангелді арасында бөлінді. Жахангер Қуанышбаев, Алихан Батен, Теміртау жаңалықтары.